Bir бауырымыз үйінің алдына көлік қоюға болмайды деді ма, қойма. Намазға келгенде артына қыстырып кетпек көлікті. Сен біліп келе жатсың ғой, жұмаға келе жатқанда мешіттің жанында орын жоғын. Сыртқа қойып кет, жаяу кел. Неге? Сенен алдын адам асығып, жұмысқа шығып шығайын десе, кешігіп барған, сені күтіп тұрады ана жерде. Сен қойып кеткенсің, үйші ішінде құшақтасып, селфилетіп жүресің де жаңағы. Ана бишара шырылдатып тұрады ана жерде. Мұсылман мұсылманға зұлымдық жеткізбейді. Сен қойып кетпе олай. Намаз өтіп кетсін. Қайтып кеп оқисың ғой. Сондықтан жұма күні лежбі жаңағыдай мешіттің айналасы толып қалатын, жұмыстан машинамен, таксимен шық. Мешіттің жанына түсіп қалады, жаяу келеді, жұмысқа шығасың да, таксиге төлейсің да, қайттан кетіп қаласың. Сол жақсы. Неге? Мұсылманға зұлымдық зиян жеткізуге болмайды. Мына жерде келетті кеп дейді. Адамдар көті, сосын шу болады. Сосын мына көршілер не істейді? Арызданады. Сосын омен әғузу билля, астапыралла деп дауласады ғой сосын жаңа. Көршілермен жаңа. Сонымен қателік өзімізден біздің. Қателік өзімізден. Тып-тыныш болып тұрсын мешіттің жаны. Мысалы, мешіттің жаны 10 ғана машина тұратын орын бар ма? Сол 10-на ғана қой болды. Қалған жер машина қойылмай ма? Қойылмай тұру керек, құрметті ағайын. Шетке қарай көт. Кішкене жүгіріп бas, мен арғай кетіп қала саласын болды. Жолдың арғы бетіне қойып кетіп бостау жерге. Жоқ, міндетті түрде міндетті кептеу керек. Және пайғамбарымыз дейді, ля язым зұлымдық қылмайды, яғни зияндық жеткізбейді. Уәлә яқзулуху дейді. Не дейді? Жәрдемсіз қалдырмайды дейді. Мұсылман адам қолынан келгенше жәрдем беру керек. Тіпті ақшамен қосыла алмасаң да, түннің бір уағында тұрып, дәретіңді алып келді, тахажжуд оқып кетті. Мына жерден шықтың, бір адам баласының еміне көмек сұрап тұр. Ақшаң жоқ. Болады ақша болмайтын кез. Бірақ жұмысқа кетіп барасың. Жұмыстан шыққаннан кейін түннің бір уағында мешіт таңға жақын дәретіңді алда келді. Қой, мен мұсылманмын ғой, мынаған қалай көмек бер? Дұғасын жасайын. Келді, дұға жаса. Бағана жұмада менен көмек сұрағанға Алла өзің жәрдем бер, баласының дертіне шипа бер. Мұсылман мұсылманды жәрдемсіз қалдырмайды. Жолда тоқтады ма? Тоқтатты. Орын жоқ, бауырым, алып кете алмаймын. Болды. Жүре бер. Тоқта, жоқ болса да. Баллонный кілт сұрапты. Жоқ, бауырым, жақсы жүре бер. Қолыңнан не келеді? Кім бар? Звонда. Мына жолда келе жатқан кім бар? Жамағаттан чатқа жаз. Азеке мен бармын. Азеке дөңгелегім жерде бір кісіні жарылып екен, бір кілт керек екен, тоқтап беріп кетесің. Көмектесуіміз керек. Өйткені пайғамбар мұсылманның бауыры жәрдемсіз қалдырмайды дейді. Біз прикол ұстаймыз.